Сәлем достар, дәл осындай ресторандағыдай өте жұмсақ болып, дәмді болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Алдымен менің видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ұнды ортасын осылай дөңгелектеп алып, ішіне тұз қосып, оның үстіне шекер қосамыз, және де керегінше дрож қосатын боламыз. Дрождың сапасы өтіп кетпеген болуы керек, яғни свежий дрож қосамыз. Және де үстіне майонез қостым. Оның үстіне шемешкі май, жалпы грамдарын описанияға жазып кететін боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Осылардың барлығын қасықпен араластырып аламыз бірінші. Содан кейін барып дайындап қойған кішкене қанжылым суымызды құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қатқылтым болып шығады, бірақ сіз одан қорықпаңыз, артық ештеңе қоспаңыз. Осы ұнның үстіне осы суды құйып, басқа ештеңе қоспай илеп аламыз. Кішкене қатқылтым болып шығады, одан қорықпаймыз. Сондай болу керек. Қазір ол шамалы тұрғаннан кейін жұмсарады. Қамырымыз осындай болып шықты, үстіне шемешкі май құямыз және барлық жеріне жағып, кішкене илепте жібереміз. Үстіне осылай пленканы одноразовый салафанды немесе жауып алып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз пиццаның соусын дайындаймыз. Пиццаның соусында мен майонез және томатты араластырдым. Мендегі пицца тесті 3 кішкентай пиццаға есептелген дөңгелек. Сол үшін мен кішкене соусты көбірек жасаймын. Барлығын осылай әбден араластырып, шамалы тұз қосамыз. Сол кезде кәдімгідей соустың дәмі болады. Соусымыз дайын болды. Бізде дайындайтынымыз пицца маргарита, сол үшін мен помидор турап қойдым және керегінше өзіміздің сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ болды. Енді осы тестіні мен 3 бөлікке бөлемін. Менде кішкентай 3 пицца шығу керек. Осылай дөңгелектеп жаюға ыңғайлы етіп дайындап, бетін тағы да пленкамен жауып алып қоямыз. Тестіміз дайын болғасын, осылай қолмен астына май жағып аламын да, осылай қолмен жайып шығамын. Осыдан ақ біздің тестіміздің жұмсақ болып шыққанын білуге болады. Біркелкі етіп жайып шығамыз және үстіне соусын жағамыз. Соусын біркелкі етіп, барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп жағып аламыз. Және үстіне помидорларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Мінекей помидорларымызды қойдық, енді үстіне керегінше сырды сеуіп, духовкаға салып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Дайын болған сырымызды арнайы пиццаға арналған пышағымызбен кесіп аламыз және дастарханға ұсынамыз. Жалпы қанша градуста, қанша уақытқа салу керек екен барлығын описанияға жазып қалдыратын болам. Сол жерден қараңыздар. Мінекей пиццамыз осындай болып шықты. Кәдімгідей жұмсақ, дәмді, асты да жабыспайды. Майды жақсылап жағып шықсаңыздар, асты жабыспайды.
жұмсақ, кәдімгідей балдарға ұнайды. Постоянно осылай дайындаймын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.